Ассаламуалейкум, құрметті қазақ халқы. Бүгін біз өтетін әніміз Ақ сәулем деген ән, Өктем Алтаевтың әні. Бізге осы әнге тапсырыс түскен. Енді бүгін сол әнді үйренеміз. Каналымызға тіркеліп өтіңіздер, лайк басыңыздар, және бейнені міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал кеттік, біз бастайық. Қараңдар, негізі былай, деп осылай кете береді. Бірден енді үйрету барысына көшейік кәне. Ашық қалпында, міне ештеңе ұстамайсыздар, бірден ашық қалпында. Мына мынандай қағыс кетеді. Төмен, сосын төмен жоғары. Төмен, сосын төмен, жоғары екіреді. Осылай кетеді. Одан кейін бірді ұстайсыздар, оған төмен қағасыздар. Сонда былай болады. Кейін екіні ұстаймыз, үстіне 4 кетеді. Бұған да төмен 2 рет қағасыздар, сосын төмен 2 рет жоғары. Сосын қайырдың бірге кеп, тағы да төмен. Сонда болады. Осылай болады. Енді осы жерге дейін бекітейік. Қарай. Қаталай деген жері. Ашық қағамыз төмен, сосын екінші төмен қаққан кезде бірді ұстайсыздар. Одан кейін қайрадан ашасыздар. Ашқан қалпы 2 рет төмен, 2 рет жоғары. Сонда былай болады. Кейін осы ашық қалпында тағы да 1 рет төмен қағасыздар. Ол енді бүкіл жерде сондай бар, е. Енді осының барлығын қоссақ, соңғы жеріне. Және осы соңғы жерін 2 рет ойнайсыздар міне. 1 рет, екінші рет. Екінші рет енді ашық қалпында ойнаймыз. Енді осы бірінші жолды бекітейік. Жасалды. Ары қарай. Өмірге айтып келмейді ғой қайталап деген жері. Осы алтын ұстайсыздар, үстінен 4. Төмен 2 рет. 1 рет. Қағасыздар. Одан кейін ашасыздар. Ашқан қалпы тағы да төмен қағасыздар. Бірақ ашылады астыңғы шек қана. Одан кейін қайрадан жабасыздар. Оған жоғары кетеді. Міне. Осы алтыға келгенде жоғары тағы да 2 рет қағасыздар. Сонда былай болады. Былай болады. Кейін асты 7-ге барады, оған төмен. Осылай болады. Осылай болады. Тағы да көрсетем. Ары қарай. Үсті 8, асты 9. Бұған төмен 1 рет қағасыздар. Мынау саусақпен алсаңыздар болады, екінші саусақпен ыңғайлы болу үшін. Төмен. Сосын асты 11-ге барады, оған да төмен. Кейін асты 7-ге барады. 7-де 2 рет төмен ойнады. Жоғары ойнады, жоғары қарай. Енді қосамыз. Одан кейін асты 6-ға барады. Бұған төмен. Енді бүкіл жерде сол қағыс жасалып жатыр, тек қана мұнда орындар ауысып отыр. Міне. Көрсете міне. Тағы да. Асты 9, үсті 8. Төмен 11. Төмен. Сосын. Сосын асты 7. Жоғары 2 рет. Сосын асты 6 барады. Оған төмен.
қайталап деген жеріне. Иә, төрт түсті параллельно ұстаймыз. Төмен екі рет. Төмен қағастыр, сосын одан кейін асты ашылады, оған да төмен қағылады. Одан кейін қайрадан жабылады параллельно, оған екі рет үстіне кетеді. Екі рет үстіне, сосын тағы да төмен кетеді. Сонда бұлай болады. Және осы қалпында тағы да осы қағысты қайталаймыз. Тағы да көрсетем міне. Міне, аштық. Жасалды, иә. Енді қиын екен сонда да дегені. Негізі бұлай тұрсы, иә. Осы төртте тұрасыздар, төмен екі рет, жоғары екі рет, сосын тағы да соңында бір төмен басқанда бұл алтыға барады. Бұлай болады, көрдіңіз, соңға қағысса алтысына алтыға барады. Кейін асты 7, үсті 9. Жетіге тұрған кезде төмен екі рет қағастыр, одан кейін асты 9-ға барады, оған екі рет төмен, жоғары екі рет. Сосын қайрадан 7-ге барасызды, төмен бітіресіздер. Сонда бұлай болады. Енді осы жерге дейін бекітейік. Кейін 6, үсті 7. Иә, 6-7 төмен. Одан кейін 4, үсті 6, ол да төмен. Кейін 2, 4, жоғары 2 рет. Осылай болады. Кейін соңында 6, 7 келесі. Бұған төмен бітіресіздер. Сонда болады. Кейін осы біткен жерден тағы да бір таг сол қағысты ойнап шығамыз яғни. Осылай болады, иә. Сонда оның алдындағын барлығын қосатын болсақ, міне осындай ойын шығады. Енді қиын екенен бастап ойнасақ, енді өмірдегі ең алғашқы махаббат деген жері. Иә, 1, 3. Прямо осы жерде тұрып, ана қағысты толығымен осы жерде ойнайсыздар. Міне, соңғы төмен аяқталғанша дейін осы жерде ойнаймыз. Кейін үсті 1 мен 3-ті ұстайсыздар, үстіңгі шектің 3. Астыңғы 6, соңғы саусақпен 6-шы пердені ұстайсыздар. Бұл жерде төмен 2 рет ойнайсыздар. Кейін 6-да тұрған кезде төмен 2 рет, жоғары 2 рет ойнайсыздар. Осылай болады. Кейін екінші саусақ 4-ке барады астыңғы. Бұған төмен. Сонда болады. Одан кейін 2, 4. Төмен. Одан кейін 4. Так. 4, 6. Бұл да төмен. Бұлай болады. Кейін 6, 7-ге келгенде бұған жоғары 2 рет қағаздыр. Сонда болады. Сосын сонда төмен бітіреміз. Бір рет. Сосын осы қалпымызда үстіңгі мына саусақ
болмаса екінші саусақ, болмаса үшінші саусақ, болмаса төртінші саусақ, мына 8-ші пернені ұстайды. Бұған бір так жаңағы толық ана қағысы саластыр. Міне болады. Сонда бұлай болады. Деп аккорд өзгеру керек. Осыдан кейін қиын екен сонда да деген жер ойнады. Бұны қайталап шығар, мен жай көрсетпей қоймын, оны білесіздер. Сосын өмірдегі ең алғашқы, сосын махаббат деп біріншісінде жаққа барды ғой, екіншісінде өзгеріс мынандай міне. Дәл солай соңында кетеді өмірдегі деген жермен. Міне 4-ке тоқтайды. Сосын тек қана айырмашылық осы жері. 2-4 ұстайсыздар. 2-4 ұстағанда төмен, сосын 1-ге қарастыр, төмен, сосын ашасыздар. 2 рет. Ашқан қалпында 2 рет жоғары, сосын тағы да 1 төмен. Сосын осы аш қалпында тағы да қағысымызды 1 так ойнаймыз. Сонда бұлай болады. Осылай болады. Енді осымен біздің куплетіміз бітті. Енді толығымен куплетті бастан бастап бір көрсетіп шығайын, сосын қайырмасына көшеміз ғана. Енді ай ақ сәулем деген жері. Бұнда енді кішкене қағыс шамалы өзгереді. Ұстайсыздар 6, үстінен 8. Бір төмен, 2 жоғары. Осылай болады. Кейін асты 9-ға барады. Бұған 2 қағыс жасайсыздар. Төмен. Кейін асты 7 ұстайсыздар. Бұған да жаңағыдай 1 төмен, 2 жоғары. Сосын асты 6-ға барады, 2 рет төмен. Осылай болады. Енді қосайық. Төрт ұстайсыздар параллельно. Төмен қағастыр. Бағанағы қағыз қайырдан, мұнда куплеттегі қағыз қайырдан келетмеді. Ұстайсыздар төмен. Сосын 7, 4, 9. Бір қағыз төмен. Мынада бір қағыз бар ғой төмен. Соны екінші қағысында кетеді. Сосын төмен жоғары 2 рет қағыз. Бұлай болады. Сосын бір қағыз төмен. Және осы қалпында тағы да бір так ойнайсыздар. Сол қағыспен. Әрі қарай, мен де сені жақсы әнің болайын деген жер. Бұнда да жаңағы алғашқындағыдай қағысы басқаша болады. 4, 6 ұстайсыздар. Бұған да жаңа 1 төмен, 2 жоғары. Кейін 7, 9, төмен 2 рет. Кейін 6, 7, бұған бір қағыз,
бір төмен, екі жоғары. Кейін 4, 6, төмен 2 рет. Сонда бұлай болады. Әрі қарай 2, 4 жасайсыздар. Мұнда да жаңағындай қағазымыз кетеді. Бірінші қағазымыз. 2, 4 жасайсыздар. Соңғы жол бұл. Төмен, кейін 6, 7, бұған да төмен. Кейін осы алтында 2 рет жоғары. 2 рет жоғары, сосын бір төмен бұл. Осылай болады. Және осы жерде тағы да бір тап ойнайсыздар. Жақсы ән болайын, ақ сәулем деген жер бар. Енді ақ сәулем тағы да қағасы өзгереді. Үстінен 4 ұстайсыздар, астынан 6. Ақ сәулем деген жерге именно келтіріп атамыз біз. Сондықтан да төмен 2 рет қағасыр. Сосын 4 ұстайсыздар да, ана қағыз қайдан келеді? Алғашқыдағы қағыз. Ақ сәулем. 2 тап ойнайсыздар. Сосын мен де сені жақсы әнім деген жері. Енді 1, 3 ұстайсыздар. Мен де сен. Енді мен де сенен бастап қағыз бұрынғыдай қайрадан қайтарылады. Жақсы, солай жасай беруге болады. 1, 3 ұстайсыздар. Төмен 2 рет. Сосын асты 4 ұстайды. Оған жоғары 2 рет. Сосын осы қалпымызда қайрадан төмен бір қағаз жасайсыздар. Түсіндіңіздер ме? 1, 3 ұстадық. Одан кейін төмен 2 рет. Сосын астыңғы саусақпен 4 ұстадық. Жоғары, сосын тағы бір төмен. Сосын астыңғы екінші саусақпен екінші перден істейміз. Төмен 2 рет. Екі, 4 ұстаңыздар. Солай кішкене аккорд жақсырақ болады. Осы жерге дейін тағы көрсетем міне. Және жасадық осыны. Одан кейін 2, 4 ұстаймыз. Төмен 2 рет. Сосын 1 мен 3 ұстайсыздар. Жоғары 2 рет. Жоғары 2 рет. Сосын бір төмен. Осы жерге дейін бекітейік. Болайын деген жері. 2 төмен. Ыңғайлы болсын деп көрсетіп атырмыз сіздерге. 2-ні төмен қағамыз. Сосын 1 жоғары кетеді. Қараңыздар, 1-ге келген кезде төмен 2, жоғары, сосын ашамыздар. 2 рет тағы да ашқан кезде тағы да 2 рет жоғары қағылады екен. Сонда сосын қайрадан жоғары төмен қағылады. Осыдан кейін тағы да ана қағыз жібересіздер. Бір так. Сонда бекітсек бұлай болады. Соңғы жерін. Міне осымен сабақ аяқталды. Енді қайырмасын тағы да көрсетіп жүрейін толығымен.
Бітті, міне осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болды деп ойлаймын. Әрбір жерін тоқтатып жасасаңыздар, міндетті түрде үйренесіздер. Келесі кездескенше аманшылықта жолығайық. Барлықтарыңызға ассаламу алейкум.